Қараңғы жер, қабір бар ғой. Бірақ оны нұрландыратын, жарыққа шығаратын жол ла илаха иллаллах Мұхаммад Расулуллах сөзі дейді. Бауырлар, Алладан басқа Құдай жоқ, Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам Алланың құлы, елшісі деген осы калима шахаданы айтып жүру арқылы қабіріміз не болады екен? Нұрланады екен. Осы калиманы көп айтайық, айтып жүрейік, өте сауап болады. Әрбір сәтте айтуға тырысайық. Ұйқыға жатар алдын айтайық, ұйқыдан оянған кезде айтайық, Пайғамбар айтады, кімнің ең соңғы сөзі ла илаха иллаллах Мұхаммад Расулуллах болатын болса, ол адам жәннатқа кіреді деді. Кімнің ең соңғы сөзі немен бітсе, ла илаха иллаллах Мұхаммад Расулуллахмен бітетін болса. Бірақ осы сөзді айту оңай емес. Әрдайым әдетке айналдырса, онда жеңіл болады иншалла. Оны ғұламалар былай түсіндіреді. Мына адамның жүрегі мынау губка секілді дейді. Губка деген бір материал бар ғой. Суға батырсаң, сыққан кезде су шығады, сүтке батырсаң, қысқан кезде не шығады жерден? Сүт шығады ғой, енді басына шықпайды ғой. Сол секілді жүрек өмір бойы не нәрсемен толып тұрған болса, соңғы сәтте жаныңды қысқан кезде жүректен сол шығады дейді. Мынандай мәселелер тіркелген кітапта келеді. Бір адам үлкен сондай жол апатына түсіп, адамдар келіп оны бауырым калима айт деп иманы үйіріп атқан кезде қиналып тұрып аузынан мынандай сөздер шығып кеткен. Саудаға байланысты сөз айтып жүрген. Товар келді ма, қабылдап алдыңдар ма, ақшаны жібердіңдер ма деген сияқты сөз айтып жүрді дейді. Ең соңғы сөзі осындаймен бітті дейді. Жан тапсырды дейді. Неге? Оның өмір бойы сондай бизнеспен кеткен адамда ол. Жүрегі сондайға толып қалған. Тек қана товар келді ма, товар жібердіңдер ма, қабылдап алдыңдар ма, анан ақшаны барып төледіңдер ма, анан ақшаны алдыңдар ма, тек қана осындай. Сөйтіп өмір өте берген, жүректе тек қана сондай нәрсе болды. Соңғы сәтте оған не айтылды? Сондай сөзбен шығып кетті дейді. Сол үшін бауырлар, сахабалар кейде қол бос кезде оларда тренировкамен айналысатын болған, күреспен. Кейбір сахабалар көшеде келе жатып, әдейі былай құлақ қылады екен, өзін әдейі. Сол кезде ла илаха иллаллах деп құлауға әрекет қылады екен. Оқ деп қылатындар ғой бізде. Тағы басқа сөз айтатындар бар. Осыған сақ болу керек. Сол мезетте білмейміз ғой не болып жатқанын ше. Сол кезде аузымыздан не шықсын? Бисмилля, немесе ла илаха иллаллах. Оқ, тағы б, бірдеңе деген сөз айтқаннан көрі, ш, м деген айтқан сөз айтқаннан көрі, жаңағыдай пайдалы сөз айтып әдетке айналдырды дейді. Себебі шынымен алдымызда не күтіп тұрған ешқайсымыз білмейміз. Сондай жағдайға тап болған кезде де аузымыздан иншалла жақсы сөз шықсын деп ғұламалар осындай тәрбие өсиеттерін кітаптарында келтіреді.